Сәлем достар, сіздермен бірге драма тайм. Мен сіздерге корейский ночь воспоминания фильм қысқаша айтып беретін боламын. Бейне басталмас бұрын басқа да қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін каналға жазылуды ұмытпаңыз. Бұл фильм негізінде өзінің ерекше сюжетімен ерекшеленеді. Чунсок есімді жігіттің ата-анам деп санап жүрген жақын жандары өзін алдап жүргендігін біліп қояды. Кино барысында Чунсок машина ішінде жаман түс көргенде шошып оянады. Машинада отырған ата-анасы және ағасы Юсок жаңа үйге көшудің салдары және сол бойынша көп уайымдағанын айтады. Көп ұзамай олар жаңа үйге жетеді. Бірақ ол үй Чунсокқа таныс көрінеді. Юсок ағасы гений болатын, барлығы оған қызғана да қызыға да қарайтын. Ол ең жақсы деген институтта оқыған. Спорттың барлық түрімен шұғылданатын. Қолынан келмейтіні жоқ, шебер болды. Чунсок ағасын мақтан тұтатын. Бір жыл бұрын сол аяғын жарақаттап алған болатын. Содан бері аяғын шалыс басып жүр. Барлығы үйдегі заттарды орындарына жайғастырып жатты. Ағасы болса 1997 жылғы календарды қабырғаға іліп қойды. Ағалы інілер бір бөлмеге орналасатын болды. Әкесі үй иелері бір комнатаға заттарын тастап кеткендігін және онда мүлдем кіруге болмайтындығын ескертеді. Тамақтанып отқанда сол комнатадан Чунсок әлдебір дауыстың шыққандығын естиді. Алайда басқа отбасы мүшелері оның найзағай екендігін айтады. Чунсок күні-түнімен экзаменге дайындалатын еді. Өйткені қатарынан 3 жыл бойы оқуға түсе алмаған еді. Және де уақытылы дәрілерін қабылдайтын. Түнгі уақытта әлгі бөлмеден тағы да дауыстар шығып бастайды. Чунсок сол есікке қарай жақындай бергенде ағасы тоқтатып қалады. Содан ағасы Чунсоктың көңілін ауламақ болып екеуі жаңбырлы күні сыртқа шығып сөйлесіп тұрады. Юсокқа папасы хабарласып шақырғандығын, Чунсокқа осы жерде күтуін сұрайды. Сол мезетте Юсокты әлдекімдер күштеп алып кетеді. Оны көрген Чунсок машина артынан жүгіреді. Алайда жете алмайды. Ол машина номерін ғана жаттап алады. Үйіне барып, ата-анасын бар болған жағдайда айтып, есінен талып қалады. Есін жиғанда детективтер келіп, допрос ала бастайды. Чунсок ол адамдардың түрлерін көрмегендігін, тек машина номерін есінде сақтап қалғандығын айтады. Алайда полиция мүшелері ондай номерлі машина мүлде жоқтығын айтады. Арада 2 күн, 1 апта, 10-15 күн өтеді. Алайда Юсокты табылмайды. Әр күні түнде Чунсок жаман түстер көріп шошып оянатын. Таң ата 19 күн дегенде Юсок табылып үйіне келеді. Осы уақыт аралығында не болғандығы есінде болмайды. Келесі күн түнде Чунсок ағасының бөлмеден шығып кеткендігін көреді. Таң ата Чунсок дәрісін ішпек болғанда дәрісі шкаф астына түсіп кетеді. Осы арада ағасы келіп екеуі тамақтанады. Тамақтанып отырып Чунсок ағасын түнде қайда болғандығын сұрайды. Ағасы еш жерге шықпағандығын, оның түс көргендігін айтады. Келесі күні түнде Чунсок сабақ оқып отырып стол үстінде қалып кетеді. Осы кезде ағасы жақындап келіп көзіне қалам тақап бастайды. Сол мезетте қалам ұшы стол үстіне түсіп қалады. Оны сезген Чунсок оянып кетіп артынан аңдып шығады. Ағасының ақсамай кетіп бара жатқандығын көрген Чунсок таксиге отырып оның артынан аңди бастайды. Ол бір жерге келіп әлдебіреулер оған бас иіп бос деп амандасып жатқандығын көреді. Сонымен қатар ол адамдар Чунсоктың үйіне детектив болып келген жігіттер болып шығады. Юсок Чунсоктың оны аңдып жүргендігін біліп, жігіттеріне оны ұстауды бұйырады. Ол жігіттерден қашып құтылмақ болған сәтте Юсок оны ұйықтататын дәрі беріп, есінен айырады. Есін жиғанда сол үстел үстінде сабақ дайындап жатқан жерінен оянады. Осы сәтте Юсок оны қорқынышты түс көрдің бе деп сұрайды. Оны естіп Чунсок шошып кетіп, еш нәрсе болмағандығын айтып, дәретханаға тығылып есігін жауып алады. Ағасы барлығы дұрыс екендігін білгісі келіп есікті қағады. Чунсок болса оның шынайы ағасының қайда екендігін сұрап шу шығарады. Қолына темір ұстап сыртқа шығады. Юсок екеуі жаға жыртысып қалып, ағасы түнде болған жағдайдың, сондай-ақ такси артынан қуған адамдардың барлығы түс болғандығын, өзінің үйден шықпағандығын айтып жеткізеді. Оның дәрілерін уақытылы ішіп жүргендігін сұрайды. Алайда Чунсок сол күні уақытылы дәрілерін қабылдамаған болатын. Сол есіне түсіп сабырға келіп Юсоктан кешірім сұрайды. Отырып экзаменге дайындалмақшы болған Чунсок қаламсаптың ұшының стол бетінде жатқандығын көріп, Юсокқа такси жайлы еш нәрсе айтпағандығы есіне түседі. Ол болған жайттың барлығын анасына егжей-тегжейлі жеткізеді. Анасы тыңдап отырып, оған сене алмайтын түр танытады. Осылайша Чунсок түнде тағы да жаман түс көреді. Түн ортасында ұйқысы шайдай ашылып, су ішуге шығады. Осы кезде анасының әлдебіреулермен телефон арқылы сөйлесіп отырғандығын естиді. Оның барлығын біліп қойғандығын, Юсоктың шынайы ағасы емес екендігін айтып отырады. Жақын келіп тыңдай бергені сол еді. Еден шықырлап анасы біреудің оны аңдып тұрғандығын сезеді. Ол далаға шығып үлгереді. Алайда далада жаңбыр шелектеп жауып тұр еді. Анасы Чунсоктың бөлмесінде екендігін білмек болып
жоғарыға көтеріледі. Чынсок терезе арқылы көтеріліп, үсті малмандай су болып, анасы келгенде төсегінде жатады. Анасы кетті деп ойлап, орнынан тұрған сәтте есік алдында тұрған анасын көріп, ол Чынсоктың қатты терлеп кеткендігін айтып, бөлмеден шығып кетеді. Осы сәтте Чынсок терезеден шығып көмек сұрамақ болады. Алайда алдынан әкесі шығып қалып, оны ешқайда жібермейтіндігін айтады. Оған қарамастан қашып кетеді. Осылай жақын маңдағы полиция бөліміне барады. Ол өзінің небәрі 21 жаста екендігін, жақындарын деп жүрген адамдары алаяқтар болып шыққандығын айтып, оның үйдің екінші этажында ұстағандығын айтады. Полиция қызметкерлері оған сенбейді. Қазір қай жыл екендігін сұрайды. Чынсок 1997 жыл деп жауап қайтарады. Полиция қызметкерлері шын мәнінде қазір 2017 жыл екендігін айтады. Чынсок жан-жағына қараса, шын мәнінде заманауи смартфондарды, планшеттерді, телевизорларды көріп таң қалып, айнаға қараған сәтте өз көзіне өзі сене алмайды. Өйткені айна алдында 41 жасар үлкен ер адам тұр еді. Не болып жатқандығын түсінбеген Чынсок үйіне қайтады. Үйіне келген бетте әлгі бөлме қан-жоса болып, манекендер жерде жатқандығын көріп, одан әрі дел-сал болады. Бұл шараның көмектеспегеніне көз жеткен Юсок оған барлық жағдайды айта бастайды. Осыдан 20 жыл бұрын дәл осы бөлмеде қыз бен оның анасы өлтірілген болатын. Қылмыскерді табу үшін мемлекеттік деңгейде күш жұмсалды. 3-4 жыл көлемінде іс жүргізіліп, алайда ешқандай айғақ табылмай, бұл іс ұмыт болды. Туыстары жеке детектив жалдап, бірақ ешқандай айғақ таппай, арада 4 жыл өтті дегенде қылмыскер, яғни Чынсок табылады. Қыз бен анасын өлтірген Чынсоктың өзі болып шығады. Оны ұстап алып, біраз қинайды. Алайда ол қылмысын мойындамай, олай жасай алмайтындығын айтып мойындамайды. Бұл істен еш нәтиже шықпағандығын көріп, тағы бір гипноз жасайтын специалист шақырылады. Алайда бұдан еш нәтиже болмайды. Чынсок сол жағдайда қатты травма алып, есінен шығарып тастаған деп санайды. Гипноз арқылы Чынсоктың ең бақытты сәтіне, яғни 20 жыл бұрынғы уақытқа қайта апарып, сол болған жайтты барлық ұйымдастырылғандығын айтады. Бірақ Чынсок оларды өлтірмегендігін айтып мойындамайды. Осы кезде Чынсок машинадан секіріп шығып қашам деген оймен аварияға ұшырап больницаға түседі. Ес-түссіз жатқан Чынсок осыдан 20 жыл бұрын не болғандығын есіне түсіп бастайды. Отбасымен машинада кетіп бара жатып аварияға ұшырайды. Ата-анасы көз жұмып, оның ағасының операциясына үлкен көлемде ақша керек болады. Ол аласұрып жұмыс іздеп кредит алмақшы болады, бірақ бұдан ешқандай нәтиже болмайды. Бір жағынан дәрігер ағасына тездетіп операция жасау керектігін немесе кеш болатындығын ескертеді. Чынсок өзінің 21 жаста екендігін, кез келген жұмысқа бара беретіндігін жазып хабарландыру береді. Көп ұзамай бір хат келіп түседі. Онда адам өлтіру үшін қанша алатындығын сұрайды. Чынсок ұзақ ойланып, келісімін береді. Көп ұзамай әлгі адам хабарласып, үйдің адресін, сонымен қатар үйде 3 адам, 2 бала мен әйел болатындығын айтады. 2 балаға тиіспеуін, тек әйелді өлтіру керектігін жеткізеді. Үйге кірген Чынсок ойынан айнып қайтпақ бола берген сәтте әйел бөлмеден шығып қалады. Ол қорыққаннан айғайлап жібереді. Әйелдің шыңғырмауын сұрап, өзінің кетіп бара жатқандығын айтады. Осы мезетте қызы шығып қалып, қорыққаннан айғайлап жібереді. Оған айғайламауын сұрап, Чынсок абайсызда қыз бен әйелге пышағын тығып алады. Не істерін білмей кетіп бара жатқан сәтте алдынан кішкене бала шығып қалып, анасының қайда екендігін сұрайды. Оған Чынсок төсекке барып 100-ге дейін санаған соң, анасы келеді деп айтады. Кетіп бара жатқан жолда қабырғада ілініп тұрған суретті көріп, әйелді өлтіруге бұйырған больницадағы дәрігер екеніне көз жетеді. Көп ұзамай кішкентай баласы әкесіне анасы мен әпкесінің есін білмей жатқандығын айтып, жылап хабарласады. Чынсок больницаға барып, дәрігерден неге олай жасағандығын сұрай бастайды. Әйелі өлген сәтте страховка көп ақша бөлінетінін, осылайша отбасын, балаларын аман алып қала алатынын айтып ақталады. Екеуі арасында келіспеушілік болып, дәрігер төмен қарай құлап кетеді. Осыдан Чынсок қатты травма алып, бұл жағдайды есінен өшіріп тастаған болады. Больницада есін жиғанда қасында Юсок болатын. Ол оған қандай да бір дәрі беріп өлтірмек болады. Осы сәтте есін жиған Чынсок ол отбасының мүшелерінің қайда екендігін сұрайды. Олардан өзінің кешірілмес күнә жасағандығын айтып кешірім сұрауын өтінеді. Алайда сол кезде тірі қалған кішкентай бала Юсок болып шығады. Ол бұл жағдайдың барлығын ұйымдастырған әкесі деп ойлайды. Бірақ Чынсок тек өзінің кінәлі екендігін айтып кешірім сұрайды. Бұл сөздерге сенбеген Юсок отбасы мүшелері қайтыс болған соң туыстары бар ақшасын тартып алып, өзінің балалар үйіне өткізгендігін айтады. Осы сәттен бастап өмірі нағыз тозаққа айналғандығын, талай қиындық көргендігін айтып жылап шығып кетеді. Осыдан кейін Юсок терезеден секіріп, Чынсок болса әлгі дәріні өзіне салып,
екеуі де бір уақытта көз жұмады. Жунсок соңғы демі шығар сәтте тағы бір көрініс есіне түседі. Ол осыдан 20 жыл бұрынғы оқиға еді. Жунсок музыка тыңдап тұр. Ата-анасы болса қол бұлғап шақырып жатыр. Өзіне келіп соқтығысқан кішкентай баланы көреді. Ол кішкентай бала Юсок болады. Бұл фильм осылай аяқталады. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Келесі бейнеде қандай киноға разбор күтесіз? Комментарийда бөлісе кетіңіз. Сондай-ақ каналға жазылуды, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.